Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мұхит аралды көреміз. Здравствуйте, дети! Тема урока мы увидим океанариум. Бүгінгі тақырыбымыздың жаңа сөздері, новые слова. Менімен бірге қайталаймыз. Мұхит арал, океанариум. Балық, рыба. Тасбақа, черепаха. Көреміз, посмотрим. Енді, теперь. Оқушылар, жаңа сөздерді міндетті түрде дәптерімізге жазып аламыз. Ребята, обязательно пишем новые слова в тетрадь. Келесі тапсырма. Тыңда, қайтала. Оқушылар, сіздерге мұхит арал туралы мәтін берілген. Оят тыңдаймыз. Внимательно слушаем. Маған мұхит арал ұнайды. Мне нравится океанариум. Мұхит аралда балық көп. В океанариуме много рыбы. Мынау үлкен тасбақа. Это большая черепаха. Енді балық көреміз. Теперь посмотрим на рыбу. Енді тапсырмаларға көшсек. Бірінші тапсырма – диалогты оқы. Первое задание – прочитайте диалог. Әке, енді мұхит аралға барамыз ба? Жарайды, балам, барамыз. Әке, мынау не? Бұл тасбақа. Әке, мынау қандай үлкен балық? Я, балам, енді кірпі балықты көреміз. Папа, теперь идем в океанариум. Хорошо, сынок, пошли. Папа, что это? Это черепаха. Папа, это какая большая рыба? Да, сынок, теперь посмотрим на рыба-ежика. Екінші тапсырма. Қате жазылған сөйлемдерді дұрыс құрастырып жаз. Второе задание, ребята, должны писать предложение правильно. Оқушылар, қате жазылған сөйлемдерді дұрыстап жазамыз. Оқушылар, бұл жазылым тапсырмасы дәптерге жазамыз. Это письменная работа, поэтому пишем в тетрадь. Күні ертең демалыс. Дұрыс нұсқасы, правильный вариант. Ертең демалыс күні. Мен қыдырамын демалыста. Дұрыс нұсқасы, мен демалыста қыдырамын. Мұхит аралға барамын ертең әкеммен, анаммен. Дұрыс нұсқасы, ертең әкеммен, анаммен мұхит аралға барамын. Оқушылар, дәл осылай қалған сөйлемдердің бәрін дұрыстап дәптерге жазамыз. Келесі тапсырма, следующее задание. Үшінші тапсырма. Сендер мұхит аралда не көресіңдер? Суреттерді пайдаланып айтыңдар. Үлгі. Например, біз мұхит аралда көреміз. Оқушылар, сіздерге 3 сурет берілген. Бірінші бізде берілген, әрине бұл тасбақа. Біз мұхит аралда тасбақаны көреміз. Екінші, біз мұхит аралда балықтарды көреміз. Үшінші, біз мұхит аралда кірпі балықты көреміз. Оқушылар, бұл айтылым тапсырмасы. Это устное задание. Бесінші тапсырма. 5 задание. Суреттерге қарап, сөйлемді аяқтап жаз. Посмотрите на рисунок и должны закончить предложение. Мысалы, например, бірінші суретте берілген бізде мұхит арал, это океанариум. Думанда мұхит арал бар. Дәл осылай қалған сөйлемдерді дәптерге жазамыз. Кері байланыс ретінде осы тапсырманы орындап жібереміз. Для обратной связи пишем 5 тапсырма. Оқушылар, оқулықтарыңызда 115 бет. Оқушылар, бүгінгі тақырыпты түсінді деп ойлаймын. Сау болыңыздар.